Айтам. Алмас апай. Сәлеметсіздер ме, қыздар, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз апай. Сәлеметсіз бе, жақсы өзіңіз? Сәлеметсіздер ме? Жақсымын. Сәлеметсіз бе апай, қалайсыз? Сәлеметсіздер ме? Жақсымын. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы апай. Ал кеттік. Шәкәрімнің еңлік кебегі. Шәкәрімнің еңлік кебегіне байланысты, осы уақытқа дейін еңлік кебекке байланысты бір ақпаратпен таныс едік. Ол қандай ақпарат? Осы уақытқа дейін біз өткен шығармалардың негізінде. Абай жолында Абай жолында. еңлік кебектің моласын кездестіреді ғой. Осы еңлік кебекке арнап деген дастан жазады. Сол кезде айтады ғой, осы барлығы Кеңгірбай деген адам осы қос ғашықты атқа сүйреп өлтірген кезінде осы Кеңгірбай деген барлығымыздың осы тұрған атамыз деп Абай барлығына түсіндіреді. Сол кезде сол молаға құран бағыштайды. Кім таласатын еді ол жырды жазуға? Дәрмен таласаушы еді ғой. Дәрменмен кім жазатын еді? Екінші адам бар еді ғой. Бар ма еді әлде? Еске түсірейік. Кім еді? Екінші адам. Мағаш? Жоқ. Абай жолы. Дәрменмен бірге айтатын еді. Мағаш па? Байсал жоқ. Бұл шығармада аты басқаша аталады, негізі. Жазатын еді ғой. Жоқ, негізгі әдеби дерек бойынша сол, бірақ шығармада аты басқаша аталады ғой кейіпкердің. Естеріңізге түсіріп көріңіздерші. Екеуіне сосын Шәкәрімнің прототипі ғой. Жалпылама айтатын еді ғой, екеуіне не деп айтатын еді? Екеуіне Ербол ортасында не болатын еді ғой? Мен сендерге ендеше Ана құстарын айтатын еді ғой жаңағыдай. Қайсыңыздың жазатыныңызды мен шешейін, мен төреші болайын деп. Екінші кейіпкердің атын қараңыздар міндетті түрде. Өзі Мағаш деп айтылмайды. Кейіпкердің аты өзгертіліп алынады, басқаша кейіпкердің аты аталады. Жақсы ма? Қарайық қайтадан. Апай, анау Шұбар Шұбар мен Дәрмен таласады ғой. Сонда Абайдың ең жақын досы кім? Ербол айтады ғой, ендеше сендердің мына жарыстарыңа мен төреші болайын, осылай жасаңдар деп, сол жерде өзінше бір ақыл айтатын еді. Жақсы, өте жақсы, кеттік. Шәкәрім. Шәкәрім кім? Шәкәрім туралы не білуіміз керек? Ақын жазушылардың өмір баянына міндетті түрде тоқталуымыз керек, өйткені биыл ОБТ-да келіп қалу ықтималдылығы жоғары деп жатыр. Бұл түреккен пікір қосылған. Биыл өмір баянында нақты қай жылы не істеді, қай жылы қандай оқу орнын бітірді емес, шығармаларына байланысты нақтылы деректер келуі мүмкін деп жатыр. Сонда кішкене сол нәрсеге акцентті қояйық. Жалпылама Шәкәрім кім десеңіздер, шығармада тіпті Абайға Шәкәрімді табыстап кететін адам бар еді ғой, сен болыс болма деп ақыл айтып, сен одан да не істеп, осы жолыңда жүре бер деп өлерінің алдында кімнің өз ағасы Шәкәрімді табыстап кететін еді. Енді Шәкәрім кім десеңіздер, Шәкәрім Абайдың әкесі Құнанбай бар ғой, соның Құнанбайдың ең бірінші жары Күнке. Ал Абай ол Ұлжаннан туған. Сол Күнке бар ғой, сол Күнкеден туған Құдайберді деген ұлы болады. Жалғыз. Қараңыздар, сонда мынандай нәрсе. Құнанбайдың ең бірінші бәйбішесі болады, ол Күнке. Одан кейін тоқал Ұлжан болады. Күнкеден туған бала болады Құдайберді деген. Құдайберді. Ал Ұлжаннан Абай туады, Осы Құдайбердіден туған мынау Шәкәрім. Құдайбердіден туған осы Шәкәрім.
Шәкәрім. Сонда анау Абайдың балалары кім еді? Мағауия дегендер секілді. Бұл Абай үшін де Шәкәрім не? Кәдімгі өзінің баласы секілді. Бірақ енді бәрібір түптеп келгенде аналары бөлек, сол жағынан немере інісі деп аталады. Енді Шәкәрімнің әкесі Құдайберді ерте қайтыс болып кетті. Сол кезде баласын Құнанбайға тастайды, бірақ Құнанбайға емес, негізінен Абайға табыстап кетеді. Шығарма желісі бойынша да, негізгі өмір бойынша да сөйтіп Құнанбайға тастап кетеді. Абайға арнайы аманаттап кетіп, Абай осы Құдайбердіден туған Шәкәрімді, Құдайбердіден туған басқа балаларды өсіреді. Және сол балалардың ішінде Шәкәрімнің зеректігін Абай байқай біледі. Сөйтіп оны алғашында молдадан сабақ алуға жібереді. Одан кейін оған жаңа орысша тіл үйретеді. Әртүрлі аспаптарда жаңағы домбыра, гармон деген сияқтылармен ойнауды, ән салуды, былайша айтқанда Шәкәрімнің барлық қырынан ашылуына тікелей жағдай жасайтын осы Абай болады. Сөйтіп Шәкәрім енді сондай дүниені жасап жатқан Абайға кемелденіп қалған кезінде, жасы біршама жасқа келген кезде ерекше өзінің алғысын білдіреді. Сөйтіп Абай тәрбиелеген Шәкәрім өте сондай сауатты тұлға болып өседі де, кейіннен ойлаңыздар, бұның туған жылы 1858. Абаймен арасы қараңыздар, 10 жас. Бірақ Абай бұл баланы қалай өсірді? 1845 Абайдың туған жері. Аралары 10 жас. Бірақ өзінің інісіндей бауырындай қарап, бар жағдайды жасады. Сонда 58-ден есептесеңіздер, 42-47 жасында ең алғаш рет кәдімгі қажылық сапарға барады екен. Меккеге барады, қажылық сапарға, одан кейін бұл қажылық сапардан кейін бірден Қазақстанға қайтпайды да, Стамбул, Париж сияқты қалаларды өз көзімен көріп қайтқан. Қажылық Мекке Араб елінде, Стамбул Түркияда, Париж білесіз Еуропа. Яғни Шәкәрім бізде қазақ әдебиет тарихында көп бұл айтыла бермейді. Жалпылама Шәкәрім бұл әлем елдерін аралаған әдебиетші ретінде біздің есте қалады екен. Одан кейін Стамбул кітапханасында болады. Сол Стамбул кітапханасында жүріп, кәдімгідей жаңаша бір мәліметтермен таныса бастап, ары қарай өзі бір ойға келеді. Яғни біздің қазақтың бай әдебиетін неге ары қарай не істемеске, дәріптемеске, неге осы шығыс батыс әдебиетімен бұларды мазмұндас сарындас жасамасқа деген ойға келеді. Сонымен қазақ жеріне қайтадан қайтады. Бұған жақсылық жасаған Абайдың жақсылығын ұмытпай, ең алғаш рет 1897 жылы деп айтылады, Абайға арнап жастарға деген өлеңді жазады. Өлеңнің жалпы мазмұнына мән берсеңіздер, бұл жерде Абайды дәріптейді. Жүр жастар, біз бір түрлі не табалық? Мал табалық, арам, айла деп басталады. Сонымен одан да біз Абайға барып сыйынайық, Абай бізге барлығын үйретсін, Абай деген ол ұлы тұлға деп осы өлеңін жазып өтеді. Одан бөлек Ұтылғанның өмірі деген шығармасы бар. Бұл кәдімгідей сол қажылық сапардан кейін жазған өлеңдерінің бірі. Одан кейін бұл жалпылама Шәкәрім есімі 1937-де кәдімгідей неге ілініп кетеді? Қара тізім дейміз ғой, бұл өзі репрессияның құрбаны болмайды, жалпыма репрессияға жетпей кетеді. Бірақ сол репрессия кезінде халық жауы атағының бірі осы Шәкәрімге беріледі. Шәкәрімнің өлімі туралы ең бір дерек бар. Өмірінің соңғы жылдарын Шәкәрім негізі ен далада жалғыз өзі киіз үйде тұрып өмір сүреді екен да. Сонда бір адамдар барып Шәкәрімді қасақана өлтіріп, құдықтың ішіне тастап кеткен. Ұзақ жылдар бойы Шәкәрім денесі сол құдықтың ішінде жатқан. Тарихи шындық бойынша. Одан кейін халық жауы әртүрлі жала жабылған Шәкәрімнің есімі ең алғаш рет 1959 жылы бір ақталады. Одан кейінне барып 1988 жылы біздің барлық жаңағы қазақ тұлғаларының есімі ақталатын жыл бар. Оян қазақты көрген болсаңыздар, сол жерде 1988 жыл деп, сол жерде кімнің Міржақып Дулатұлының есімінің ақталғанын айтады. Яғни осы уақытқа дейін халық жауы болып келген Міржақып Дулатұлының кінәлауға ешқандай себеп жоқ деп шығармада көрсетеді. Дәл сол секілді солармен бірге алғаш рет Шәкәрім де ақталады. 59-да ақталған кезде, бұл Шәкәрімнің есімін ақтағаннан кейін, сол Шәкәрімнің есімін ақтаған адамның үстінен әртүрлі істер қозғалып келеді.
енді ол былай ғой, халық жауы деген атақ берілгеннен кейін шығармалары жалпы есімі еш жерде аталмайтын болады. Сондай қиындығы болды. Одан кейін шәкәрімнен қалған жалпы мың шығармалар. Түркі, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, одан кейін үш анық, үш анықты жақсы білулеріңіз керек. Одан кейін мұсылмандық шарты, жастарға насихат. Ал мынау қалқаман мамыр, жақсылап естеріңізде сақтаңыздар, еңлік кебек, нартайлы айсұлу деген шәкәрімнің сондай көлемді шығармалары. ұбт-да міндетті түрде сіздерге сұрақ болып келеді. Шәкәрімнің көлемді поэзиялық шығармалары деген сұрақ келеді. Сол кезде осы шығармаларды міндетті түрде белгілеулеріңіз керек. Және бұның жанына қосып қоясыздар Лейлі Мәжнүнді. Қалқаман мамыр, еңлік кебек, нартайлы айсұлу және Лейлі Мәжнүн. Шығыс дастаны болады, сол аңыздың желісімен өзінің жазып шыққан сондай бір адамдар арасындағы адал махаббатты суреттейтін шығармасы. Міндетті түрде қаңтар ұбт-сында да бұл сұрақ келеді. Жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Шәкәрім сонымен қатар тек қана бір поэзиялық шығармалар жазған жоқ, сонымен қатар прозалық шығармалар да жазылды. Ең алғашқы романы ол Әділ Мария деп аталады. Одан кейін Бәйшешек бақшасы, қайғылы роман деп ары қарай өз жалғасын табады. Сонымен қатар жаңа біз бірінші неде айттық, оны аудармашы деп. Пушкиннің, Дубровскийдің, Боранның, одан кейін Гарриеттің Томағайдың балағаны деген шығармаларын қазақ тіліне аударған. Одан кейін тағы бір нәрсе айтайық. Шәкәрімнің өлеңдеріне ән жазылған. Өлеңдеріне кәдімгідей ән жазылған. Мына бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деген бар. Бұны Тамара Асар айтады. Қазір тыңдатам. Соны жақсылап естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұл да сұрақ болып келеді. Ән өлшеуіш өлең күміс қоспаңыз мыс аралас. Артық алу, некем салу, қапы қалу жарамас деп ортасында айтылатын жолдары бар. Міне сол өлеңі бізде ән болып жарыққа шыққан. Одан кейін анадан алғаш туғанымда дегені бар. Анадан алғаш туғанымда жыладым неге дыбыстап, кіндікті кесі қиғанда анамнан кеттім алыстап деп. Бұрын, қазір кезде шәкәрім оқулары жоқ қой, жалпы аз болады. Бұрын Абай оқулары болған кезде шәкәрім міндетті түрде қатарласып жүретін. Қазіргі енді біздің жалпы жаңартылған білім бағдарламасы дедік, өзгерістер еніп жатыр дедік. Содан кейін Мәшһүр Жүсіп, Төлеген Айберген оқулары қосылды да, шәкәрім оқулары біртіндеп қалып қалды. Бұрын кәдімгідей Абай оқуларымен бірге қатар шәкәрім оқулары дейді да, өлеңін жаттағандар бөлек, әнін айтатындар бөлек деген сияқты, немесе шәкәрімге арнап өлең шығарғандар бөлек деп топ-топқа бөліп Абай оқуымен қатар ұйымдастырылатын. Жалпы Абай деген кезде шәкәрім есімі қатар аталады екен. Енді біз білуіміз керек ең басты нәрсе ол еңлік кебек поэмасы. Біз таныс болуымыз керек нәрсе. Өйткені бұған байланысты сіздерге көп сұрақ келеді. Апай, анау шығармаларын бір көрсетіп жіберіңізші, түсіріп алайын. Болды апай, рахмет. Прозалық шығармаларын жаттаңыздар, сосын мына көлемді шығармаларын міндетті түрде. Сосын өлеңіне жазылған әндер. Әдейі жазып қойдым бұл жерде. Енді мыналар қатты бір келмеуі мүмкін, алғашқы екі жоқ. Қалғандар міндетті түрде келеді. Тағы кім не айтты? Апай, мына эфир сақтала ма? Міндетті түрде сақталады. Алдындағы тек қана Google-тағылар ғана шығарып мәселе болып салынбай жатқан. Әйтпесе мынау YouTube-ға трансляция жасалып жатыр, Алла қаласа сақталады. Енді қараңыздар, еңлік кебек поэмасы. Бұл жерде не білуіміз керек, не айтылады? Бұл үлкен бір рулар арасындағы талас тартысты суреттейтін сондай шәкәрімнің шығармасы. Абай жолы бойынша Дәрмен мен Шұбар бұл поэманы жазуға таласады дейді. Ал қазақ әдебиетінің тарихы бойынша, негізгі оқиға желісі бойынша шәкәрім мен Абай өзінің баласы Мағауияға осы шығарманы жазуға тапсырма береді алғашқы кезде. Яғни екеуің айтады, екеуіңнің қайсысының шығарманы жақсы болады, мен сол шығарманы не істеймін, кәдімгі үлкен көлемді шығарма қылып жарыққа шығарамыз дейді. Алғаш рет еңлік кебек поэмасын жазуға таласқандар осы шәкәрім мен Мағауия болады. Екеуі жазып шығады, екеуі жазып шыққан еңлік кебек пен жаңағы жалпы поэманың ең жақсы нұсқасы ол шәкәрімнің нұсқасы болады. Сөйтіп шәкәрімнің нұсқасы жақсы нұсқа болғаннан кейін ең алғаш 1892 жылы Дала уәлаяты деген газет болған. Естеріңізде сақтаңыздар, Түркістан уәлаяты деген газет болған, қазақ болған, айқап болған. Қазақстан тарихынан Алла қаласа өтесіздер 19 ғасырдың
20-ның соңы, 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басындағы газеттерді өтістік. Сол кезде Дала, Түркістан деген секілді. Соның ішінде 1892 жылы Дала уәлаяты деген газетке жарыққа шыққан. Еңлік кебек поэмасын жазуға Шәкәрімге тапсырма берген адам ол Абай. Одан кейіннен Дала уәлаятынан кейін 1912 жылы Жәрдем деген баспаның жаңағы қолдауымен үлкен кітап ретінде жарыққа шығады. 1780 жылы Шыңғыстау, яғни анау Абай жолында да Шыңғыс деген тауды айтады ғой, қатты болғандықтан осылай аталған деп шығармада ат аталады. Сол Шыңғыстаудың етегінде болған оқиғаны баяндайды. Оқиға жақсылап естеріңізге сақтаймыз. Матай мен Тобықты деген екі рудың арасында болатын оқиғаны суреттейді. Енді ең бірінші бастайық, басы қалай басталады десеңіздер, ең басы жалпылама Шәкәрім Құдайбердіұлының сөз басы дегеннен басталады. Сөз басында Шәкәрім сол бір кезеңнің жайын айтумен, бұл еңлік кебекке бірден кірмейді да, тек қана нені баяндайды. Тек қана сол бір кезеңдегі жайттарды бетін ғана баяндап өтеді. Одан кейін бұл негізгі неден өткеннен кейін белестейміз ғой. Бұл белестен өткеннен кейін ары қарай еңлік кебек поэмасының жалпылама мазмұнына кіріп кетеді. Ал енді бұл поэмада не айтылады, бұл поэма кімге арналып жазылған, не айтылу керек деген нәрселерге тоқталатын болсаңыздар, анау 19 ғасырдың деп айтамыз, 20 ғасырда болған жалпы ел теңсіздігі, я болмаса анау рулар арасындағы дау деген нәрсені сондай ашып көрсететін туынды ретінде тоқталсақ болады бұл шығармаға. Жалпылама еңлік пен кебектің басындағы қиын жайт. Олардың ең басты қиындығы ол өз руларынан келді, өз руларындағы адамдардан келді. Ол адамдар еңлік пен кебекке не істеді? Жалпылама біз соған тоқталамыз. Ең бірінші жаңа айтқандай, әңгіме басындағы сөз деп басталады. Одан кейін қазақ басындағы тарих. Ақтабан шұбырынды алқа көл сұламаға тоқталады. 1723 естеріңізде болса, бізде Ақтабан шұбырынды алқа көл сұлама қазақтар мен жоңғарлар арасында болған. Шәкәрім бірінші сол оқиғаға тоқталады. Сол жылдары неге оған тоқталады? Өйткені қазір мына Матай мен Тобықтылар арасындағы даудың ең басты туындауына себеп осы бір кезеңдер болған. Сонда сол Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама білесіздер, былай айтайық, мына жерде біздің қазақтар өмір сүрді деп алайық, шығарма түсінікті болу үшін. Мынау біздің қазақтың жері. Бізге қатарлас орналасқан бір ел болды, бізге қатарлас орналасқан Жоңғар деген, қазіргі Моңғол жеріндегі Жоңғар деген ел болды. Ақтабан шұбырында алқа көл сұлама осы екі елдің арасында болды. Жоңғарлар қазақтарға қайта шабуыл жасады. Сөйтіп жүрген кезде мынау Қазақстанның шығыс жағында өмір сүріп жатқан білесіздер ғой, наймандар, тобықтылар, солардың барлығы неде осы шығыс өңірде өмір сүріп жатты. Әлі күнге дейін наймандардың қонысы осы жақ. Сонда мына жоңғарлар ең бірінші шабуыл жасаған кезде мына жақта тұрған жоңғарлар ақымақ емес қой, мынадан келеді да Қазақстанның батысына шабуыл жасамайды ғой, өздеріне жақын тұрған, әрине неге жасайды? Өздеріне жақын тұрған бірінші Қазақстанның шығысына. Ол жерде наймандар, мынау тобықты матайлықтар билеп, сол жерде өмір сүріп жатты. Сөйтіп жатқан кезде қазақтар мына жоңғарлардың ығымен ең алғашында Шу жаққа көшті. Шәкәрім осыны бірінші айтады. Сонда Шу жаққа қарай біртіндеп бет алды дейді. Сөйтіп жүріп енді бір жартысы дейді арғындар, керісінше солтүстікке қарай бет алды дейді. Мына солтүстікте бізде білесіздер Ойыл деген сияқты нелер бар. Есіл өзені бар, Қарқаралы жері бар. Бір жартысы сол жаққа, солтүстік жаққа, бір жартысы оңтүстік жаққа қарай бет алды дейді қазақтардың. Ана жоңғарлар қайта шабуыл жасай бергеннен кейін. Сөйтіп жүрген кезде аяқ асты қазақтың мына бөлігі Шудан кейін біртіндеп Ойыл, Елек деп батыс өңірден бірақ шықты, Мұғалжар тауы жақтан деп. Анау нелерден қашып жүріп. Сөйтіп Кіші жүзді Әбілмәмбет би биледі. Енді қалмақтармен мен соғысамын деп соғыс ашқаннан кейін, мынау әр жақта шашылып жүрген қазақтар, бұрын көшіп кетіп жүрген қазақтар біртіндеп не істей бастады. Ары бері ой қырдасып жүріп, өз мынау шығыс өңіріне қарай қайтамын деген шешімге келді. Және сол шешімге келгендердің бірі Мамай деген адам болады.
мына өңірден қайтадан өз жерімізге көшейік деп жүрген адамның бірі Мамай болады. Мамай не дейді? Өзіміздің Шыңғыс тауына барып қоныстанайық деп жүреді. Аяқ асты бұлар дайындалып, бұлардың біреуі барамын, біреуі қаламын, мен осы жерде тіршілік ете беремін, мен ілесемін деп әлі бір шешімге келе алмай жүрген кезде, мына Шыңғыстың жерін Матай деген адам билеп алады. Сол тауды иемденіп алады. Бос жатқан жер, иемденіп алам десе де өзінікі, өзі біледі. Сөйтіп анау мамайлар әні міні деп жүрген кезде бұл жерді иемденіп алады. Кім? Матайлықтар. Сөйтіп Шыңғыс тауы толықтай матайлықтарға тиесілі болады. Енді Шыңғысты Матай алды дегенді естігелі бері, анау жан жақта жосып жүрген адамдардың іштей ыза кегі кетеді. Мен енді көшемін деп ойлап тұрғандар Шыңғысқа көше алмай қалады. Сөйтіп іштерінде бір Шыңғыста өмір сүріп жатқан матайлықтарға кек кетеді. Енді еңлік кебек осы Матайға тікелей қатысты. Мынау еңліктің шыққан жері сол матайлықтар жақ қой. Ал Кебек қайдан шықты дейтін болсақ, Кебек Тобықты деген үлкен ру бар. Сол Тобықты, Абай шыққан Тобықты, Құнанбай шыққан Тобықтыда Тоқтамыс деген бір бай болады. Кәдімгі беделді Тоқтамыс деген бір адам болады. Мына Кебек сол Тоқтамыстың інісі болады. Тоқтамыс бұл Тобықты және Кебек осының інісі болады. Енді Тоқтамыс сондай жуан таяқ деп беріледі. Оның жаңағы бүкіл ел арасында беделді болғаны барлық айтылады да, енді Кебектің жайы айтылады. Кебек Тоқтамыстың туысқан сондай бір жақын бір інісі. Ол кезде Кебектің жандысы 15-тер шамасында дейді. Яғни Кебектің ең алғаш мына халыққа, адамдарға аты тарай бастаған кез 15 жасы деп баяндалады да, ол мықты болған айтылады. Кебек қандай десе, жақсылап естеріңізде сақтайсыздар, мынау сіздерге ұбт-да міндетті түрде сұрақ болып келеді. Көзі өткір, одан кейін қара торы жігіт. Кебекке байланысты дерек. Оның қара торы жігіт, орта бойлы екені, бұл кімге берілген? Кебекке берілген, жалпы оның бейнесіне берілген сипаттама. Тапалдау дейді, кішкене. Тапалдау, одан кейін кең иықты. Осыны жақсылап естеріңізге сақтап аласыздар. Тоқтамыстың бейнесі емес, мынау Кебектікі. Тоқтамыстың інісі Кебектің жалпы бейнесі. Көзі өткір деп, одан кейін ел қамы үшін жаңағы жанын беруге дайын адам, ел үшін анда да мұнда да соғысқа барып жүрген адам деп баяндалады. Осы кезде сол Кебектермен қатар Нысан деген абыз өмір сүреді. Нысан деген абыз кәдімгі балшы балгер болады. Көп адамдар Нысан абызға барып, өздерінің болашағын болжатып, өздері сондай болашақтары туралы бар нәрсені біліп жүрген болатын. Сөйтіп жүрген кезде Кебекте барады ол Нысан абызға. Кебекте барады да Нысан абызға не дейді? Әй, абыз дейді, маған бал ашып берсен дейді. Сөйтіп Нысан абыз не істейді? Енді мен саған бал ашайын. Бірақ дейді, мен саған бал ашамын, бірақ бұл бал, ашылған бал менің айтқан сөзім емес дейді. Анау төбедегі нелердің, жындардың айтқан сөзі дейді. Жындардың айтқан сөзі. Мен тек қана солар маған не айтты, соны айтамын. Тек сен осы сөздерге құлақ ас дейді. Сол кезде Нысан абыз қолына қобызын алады. Ұмытпаңыздар, бұл да сұрақ болып келіп қалу ықтималдылығы жоғары. Нысан абыз қолына қобызын алып, енді анау жоғарғы жағымен не істей бастайды? Байланыс орната бастайды. Байланысты қалай орнатады? Байланысты әрине қобызын тартады да, анау Қорқыт секілді, Қорқыт өлместің күнін іздегенін жақсы білесіздер ғой. Сол Қорқыттың әуенін салып, сол жерде өзі несін ойнай бастайды? Біртіндеп күйін ойнай бастайды. Сонымен асықпай отырып, Қорқыттың күйін тартып, жоғары жағын жындармен байланыс жасап жатқан кезде, аяқ асты Нысан абыз Кебекке бір сөз айтады. Не дейді? Сенің жақын арада жалпы өлім құшуың мүмкін дейді. Ол өліміңе себеп болатын қыз бар дейді. Биік қабақ сұрлау қыздан. Қабағы биік, жақсылап естеріңізде сақтаңыздар. Кебектің өліміне себеп болатын жайт не болуы мүмкін, немесе кім десе, биік қабақ өңі сұрлау қыздан болуы мүмкін. Сен сақтан, бұны мен айтып жатқан жоқпын, бұны нелер жындар айтып жатыр. Сен сондай қыздан не істе, сақтан дегенді айтады.
барынша ондай қыздан аулақ жүр, сен оның құрығына тез түсіп қалуың мүмкін, сондықтан қыз атаулыдан аулақ жүр. Сақтықта жүрмесең, кейін арты қорлық болады деп Нысана абыз сондай сөздерді айтып кетеді. Кебек шығады. Шыққаннан кейін ой сол бір жынның сөзін тыңдай ма, жын деген кім болыпты деп, солай бұл Нысана абыздың айтқан сөзіне мән бермей жүріп кетеді. Бұл ен даланы кезіп қалған, сондай анау жігіттердің серісі болып жүрген жігіт қой, сөйтіп ол Кебек аңшылыққа шығады бір күні. Аңшылыққа шығады, жаңағы таудың басында ары бері жүреді, сөйтіп түлкі қуады, бір түлкіні ұстап алып, екінші түлкіні қууға бара жатады, одан оны ұстап алып, үшінші, сөйтіп жүрген кезде кеш батып кетеді. Сол кезде алай-дүлей дауыл басталып кетеді. Кебек не істерін білмейді, не қайтайын десе алай-дүлей дауыл, не де болса ертерек бір үйге мен не істеуім керек, жақын маңдағы бір үйге қоныстанып алуым керек, жақын маңдағы бір үйге барып кіруім керек, әйтпесе мен мына дауылда не істеймін, өліп кетуім мүмкін дейді да. Сөйтіп біртіндеп жүріп келе жатса, оның алдынан Матай деген ел шығады. Матай еліне келеді, өзі Тобықтыдан шыққан. Сөйтіп Матайдың еліне келеді, Матайдың елінен келсе, сол жерде бір үй тігіліп тұр екен. Соған бірден кіре кетеді. Кірсе, кәдімгі қарапайым отбасы, жаңағы шалы бар, кемпірі бар, сондай бір отбасы, соған барып өзін таныстырады Кебек. Кебек келген кезде оған міндетті түрде құрт береді, жаңа езілген құрт бар ғой, ол кезде сусын сондай болған, яғни қазақта шай емес, сол құртты езіп, үстіне ұн, жаңа сүт қосады, ұн деппін ғой, су, сүт қосады да, кәдімгі біз анау айран деп ішеміз ғой қазір, анау турецкий айран деп ішеміз ғой, дәл сол секілді жасап қатысты еземіз, немесе құртты, анау кәдімгі дайын құртты езіп, үстіне су құйып, айран сияқты ішеді ғой қазір балалар, қызып көріпші. Дәл сондай сусын сынады, алдынан құрт береді дейді. Содан кірсе, үйінде шалы бар, кемпірі бар, және сол шал мен кемпірдің малшы жігіті бар, және үйде бой жетіп отырған бір қыз бар екен. Сөйтіп енді өзін таныстыра бастайды. Мен жаңағы Тобықты деген елденмін, мына елде аң қуып жүргенмін. Сөйтіп жүрген кезде не істедім? Кеш батып кетіп, аяқ асты алай-дүлей боран болып, мен осы жерге келуіме тура келді. Менің атым Кебек дейді. Сонда Кебектің атын естіген кезде ана жерде тұрған қыз жалт етіп қарай қалады. Білдіртпей бірден жаңағы істеп тұрған жұмысына кірісіп кетеді. Сонымен бұл үйдегі шал бай адам екен, кедей емес, кәдімгідей бай адам. Сонымен аң аулап жүрген Тобықты болсаң, ендеше үйімізге қон деп қызына тапсырма береді, мына қонаққа арнайы төсек сал деп. Сонымен Кебектің есімін естігенде елең ете қалған еңлік Кебекке төсек салады. Бұлар ер азаматтар сыртқа шығып кеткен кезде төсегің дайын деп Кебекке айтады. Сен мұндай төсекті көріп пе едің деп былай Кебекке не танытады жаңаға. Мынандай төсекте сен жатып көріп пе едің деп. Бірақ Кебектің ойында мынандай ой кетеді. Танымаған қонаққа жаңағы өзінің сырын білдірген бір жеңіл жүрісті ұрғашы екен ғой деген ой кетеді. Яғни жеңіл жүрісті әйел екен ғой мынау деп, еңлік туралы алғашында Кебектің ойында осындай ой болады. Сонымен төсекке жатады. Бір уақытта бұл Кебекті түннің бір уақытында бәрі ұйықтап кеткен кез ғой, келеді да еңлік өзі оятады өзі. Сонда оны көрген кезде мүлдем таңғалып қалады. Сонда енді еңлік өз ойын айтады. Сен жаңа ұйқың қанбай жатырсың ба? Мен осы уақытқа дейін былайша айтқанда сені күткен едім. Сен мені бағана көрсе қызар, сондай адам деп ойлап қалған шығарсың, әдепсіз қыз деп ойлап қалған шығарсың. Негізінде мен ондай емеспін. Мен керісінше бір сорлымын, бағым жанбай жүрген дейді да, өз жайты жайлы баяндайды. Еңлікті мына әкесі бай біреумен атастырып қойған. Енді кезінде қазақта болған ғой алдын ала атастырып қою. Бірақ ол жерде қыз бен жігіт, яғни өз қызын лайықтау деген адамға беру, ол әке-шешенің міндеті деп ойлағанда, ал бұл бай біреудің дүниесі үшін мына қызын сондай қызы ұнатпайтын нашар бір адаммен атастырып қойған екен. Міне осы жайтты айтып береді. Менің атым Еңлік деп, мына үйде отырған шал менің әкем, мені біреумен атастырып қойған деп, менің нағашыларым Қабанбай батыр болған деп, соның барлығын баяндайды да, мені де сондай біреумен атастырды. Ол адам қандай? Енді Еңлікті атастырған адам қандай? Осыған мән беріңіздер.
жаңағы жас негізінен қартаймаған адам, бірақ бетіне ерте әжім түсіп кеткен дейді. Одан кейін күні түні ұйықтайды, басқа ұйқыдан басқа істейтін ісі жоқ, күндіз керісінше асық іздеп жүреді ескі жұрттан. Одан кейін несі жоқ дейді, қолы шолақ дейді. Мына бармақ бар ғой, бас бармақ деп айтамыз ғой, сонысы жоқ дейді. Ол маған ұрын келді былтырғы жаз, бірақ мен онымен жатқан жоқпын, оған жолағым да келген жоқ. Сондай күні түні ұйықтап, бір қолы шолақ деп барлығын баяндайды да, ол сорлы емегенде кім сорлы дейді да, менің күйеуімнің жайы осындай деп еңлік өз күйеуінің жайын баяндап береді. Сөйтіп жатқан кезде енді кебек сөйлейді. Енді бұл жерде еңлік ойын білдіріп қояды ғой соңында. Егер қаласаң, егер шынымен маған ғашық болсаң дейді, ойлаңыздаршы, бірден ғашық болу, енді шығармалардың кішкене несі. Не істейді дейді, сен маған өмірлік жолдасым боламын деп уәде бер дейді бірден еңлік. Сонымен сол жерде кебек сөйлейді, мына қыз жаңағы түні бойы мені күтіп жатып, мені сынапты ғой, енді мен мына қызды сынайын дейді да, осы жерде кебек оған айтады, егер сенің басында сондай жағдай болса, ендеше былай жасайық дейді. Яғни тек қана бір әрекетсіз отыру дұрыс емес, Құдай деген бізге аяқ пен қолды жайдан жай бермеген деген сияқты сөздерді айтады да, анау елі, өзінің тобықты деген елі, мына неге Шыңғысқа келе жатқан кезде, мына Матай Шыңғысты иеленіп алды ғой. Сонда екі елдің арасында осындай дау болып отырды ғой. Яғни Матай мен Тобықтың арасында үлкен сондай бітіспес дау. Өйткені тобықтылар анау неден, Мұғалжар тауынан батыстан шығысқа көшіп келе жатып, Шыңғыс тауын мекен етеміз деген кезде Матай ел бірінші иемденіп алды ғой. Сол бітпес дау бар дейді екі елдің арасында. Бір-біріне барымта жасап, әлі бір шешімге келе алмай жатқан кезде, күйеуі бар қызды менің алып кеткенім ол дұрыс болмас деп. Матай, сен алып кетсем, Матай тыныш жатар деймісің, Тобықты тыныш қалар деймісің, деген сияқты сөздерін айтады. Сонда еңлік оған күледі. Яғни Матай мен Тобықтың арасындағы жайды айтатын, ол сенің сөзің емес деп, сондай сөздерді айтып, ақыр соңында мен саған қазір өзімді ал деп тұрған жоқпын, екі ел бітімге келер, сол кезде ал деп тұрмын деген кезде, егер шын сүйсең ғана ал дейді. Сонда кебек оны одан сайын неткісі келеді, жаңағы сынағысы келеді да, ендеше сен менімен бірге бол деп айтады. Сен менімен бірге бол. Сонда еңлік одан тағы да қашады. Яғни сен шын сүйсең ғана менімен бірге боласың. Шын сүймесең сен кетесің деген сияқты сөздерді айтады. Сонымен ақыр соңында екеуі сол кезде бірге болады. Кебек еңлікті аламын дейді, еңлік кебекке тиемін дейді, бірақ екеуінің ортасында уағда болады. Ол қандай уағда десеңіздер, екі елдің арасы бітімге келгеннен кейін ғана. Яғни Матай мен Тобықты бір-бірінен барымтаны, анау арасындағы алауыздықты кетірген кезде ғана бұл екеуі қосыламыз деп бір келісімге келеді. Сөйтіп таң атады, таң атқаннан кейін кебекке арнайы ет асылады. Сөйтіп кебек барлығы дастарханда отырып, сол еттен ауыз тиеді, жаңағы малшы бала бар, кемпір бар, шал бар, еңлік бар. Сөйтіп кетер кезінде, енді бұл кебек түлкі аулап жүрді ғой. Сонда ана шалға айтады, ана түлкілердің ішінен біреуін өзің таңдап ал да, тымақ жасап ал дейді. Жығыт тымақ деп айтылады. Өзіңе сондай жығыт тымақ жасап ал деп, сөйтіп бір түлкісін арнайылап, сол кімнің, еңліктің әкесіне тастап кетеді. Сөйтіп еңлік кебекті қайда жүрсең де аман бол деп шығарып салады. Сөйтіп еңлік кебек еліне келеді, еңлік өз елінде жүреді. Сөйтіп жүрген кезде 6 ай уақыт өтеді. 6 айдың ішінде кебек 2 күнде, 3 күнде бір еңліктің ауылына жиі келіп тұрады. Екеуі бірде қырда кездеседі, бірде елде кездеседі. Сөйтіп жүріп, ақыр соңында екеуі күнделік, былайша айтқанда жиі кездесіп жүріп, анау Матай мен Тобықты арасында бір бітім болады. Екеуі барымта қалған малдарын бір-біріне қайтарып, екеуі бір келісімге келді-ау деген кезде еңлік пен кебек Қаражартаста кездесеміз деп келіскен болатын. Дәл осы жайттан кейін еңлік өз заттарын, енді қашқан кезде бұлар қашамыз деп келісіп қойды ғой. Сол қашқан кезде ішетін тамақтарын, жалпы киетін киімінің барлығын сол Қаражартастың маңына апарып қояды. Кебек келе қалса екеуміз бірге қашқанға деп. Сөйтіп кебек еңліктің еліне келеді. Ол кезде ода қашамыз деген ой болмайды. Сонда еңлік тиіседі ғой кебекке. Мен арнайлап дайындап қойдым. Сен мені сонда алмаймын дейсің бе деген сияқты. Енді кебек ол кезде қашамыз деп келген жоқ қой. Ал еңлік оның қашамыз деп келуін күтті. Сосын келгеннен кейін
еңлік өзінің жүкті екенін айтады. Яғни сен екеуміз бірге болғалы, міне қыс өтті, жаз өтті, мен мына елде емес, сенің жаныңда баламды тууым керек дейді. Буаз деп айтылады енді бұл шығармада. Сонда өзінің буаз екенін, мен босансам сенің қолыңда босанайын деген сөздерін айтып, ақыр соңында бұл екеуі тәуекел етеді да, жаңағы қаражат тастың маңынан барлық заттарын алып, қашып кетеді. Қашып кетеді. Ол кезде шал мен кемпір ұйықтап жатқан, таң атады, шал мен кемпір оянады, оянғаннан кейін еңлікті іздеп таба алмайды, қыз қашты, сонымен ана жерде апыр-топыр шу, бүкіл матайлықтар сол жерге жиналады, ол кіммен қашты, ешқайсысы біле алмайды. Өйткені енді бұл жерде қазақта білесіздер ғой, құдайы қонақ деп, қонақ келе берген ғой қазақтың үйіне. Өтіп бара жатқанда жолдан түсіп кеткен, бір күн қонып кетейін деп келіп жүргендер де көп. Сонда шал айтады ғой, еңлікті кім алып кеткенін білмеймін деп. Еңлікті кім алғанын білмеймін. Өйткені үйге келуші де көп, кетуші де көп. Мен оның қайсысының еңлікті алып кеткенін білмеймін деген кезде, анау біреу сұрап қалады, саған ана түлкі тымақты кім берді деп. Сонда түлкі тымақты берген бір жігіт, тобықтының жігіті, оның есімін де ұмытып қалдым деген кезде, ана малшы жігіт бар еді ғой үйлерінде, сол аяқ асты есіне түсіреді. Есіне түсіреді да бірден айтады, Матайдан шыққан еңлікті алып қашқан анау тобықтының жігіті Кебек деп. Ол кетер кезінде еңлік деген қош батырым аман есен қауышайық деген сияқты сөздерді айтқан. Былайша айтқанда Кебек еңлікті алып қашып кетті дейді. Сонымен ары қарай Қабекең деп айтылады, соған Көбей деген адам келеді. Енді Көбей деген адам не үшін келеді? Көбей деген адам енді еңлік пен Кебек таппай жатыр ғой, ешкім таппай жатыр, бір айдай уақыт өтті. Бұл кезде мынау Тоқтамыс деген Кебектің ағасы Арғын руында жүрген, өз елінде емес, Арғын елінде жүрген. Енді бұлар Арғын жақтан Тоқтамыс келем дегенше бұл істі бір жақты етейік дейді, бірақ қалайда біз нені Тоқтамысты күтуіміз керек деп, сөйтіп бір ай өтеді, одан кейін тағы бір жарым ай өтеді. Ақыр соңында анау наймандар біз бұл мазаққа көнбейміз деп көтеріледі. Енді Матай да тыныш жатпайды, Матайға да жетеді бұл нәрсе, өйткені біз айтады ғой, ел құлағы елуді, бүкіл нәрсе тез тарайды сол бір кезеңде. Сөйтіп наймандар бір жерге көп болып жиналады. Жиналғаннан кейін енді бұл істі не істейік? Шешейік. Бұл істің соңына жетейік. Бір жағынан шығарайық дейді. Яғни тентек адам Кебек па? Тентектің жазасын берейік. Біз екі ел қырылыспай тұрып, алдымен не істейік? Қырылыспай тұрып, алдымен бұл мәселені шешейік дейді. Бірақ адамдар оған келіспейді. Матай деген найманның руы ғой енді. Сонда айтады, Тобықты деген Арғын. Сонда айтады ғой, Матай мен менің Тобықтының біреуі ғана қалсын. Біз қырылсақ, кім жеңіледі, кім жеңеді, сол ғана қалсын. Яғни еңлік пен Кебек үшін араларында осындай оқиғалар басталады. Сөйтіп жүрген кезде Кенбай мен Көбей деген адамдар арнайы биге барады. Сонда би айтады, бізде Әнет деген баба бар емес па деп. Әнет деген баба бар емес па? Ол менің батамды ешқашан қабыл қылмай қойған жоқ деп. Қабыл қылмай қойған жоқ. Енді не істеңдер? Мына жерге тобықтылар найманды ертіп әкелсін, одан да Кебектің жатқан жерін айтып берсін деп бір шешімге келеді. Сонымен Кебек пен еңліктің өмір сүріп жатқан жерлерін айтады. Олар енді қашып кетті ғой. Қашып кеткеннен кейін еңлік толғатып ұл табады. Сөйтіп еңлік пен Кебек ұлды болады. Енді ары қарайғы бар қызықтары ен далада тұрып жатыр ғой бұлар. Бар қызығы сол бала болады. Біреу ұйықтаса, біреу балаға қарайды. Сөйтіп жүріп, ақыр соңында екеуі біртіндеп ол жерге үйрене бастайды. Сол кезде аяқ асты бұлардың астында Қозгүрең деген тұлпар болатын. Сол қатты кісінеп қалады. Қатты жаңағындай қарғып кісінейді. Сонда еңлік шошып кетеді де Кебекті оятады. Сөйтіп жатқан кезде бұлар жаңағы атқа мінеміз деп жатқан кезде аяқ асты жау келеді. Жау деген кім? Жау деген матайлықтар. Сонда матайлықтар Кебек пен еңліктің жаңағы тұрып жатқан жерін біліп алғанда, бұлардың үстінен келіп арнайы басып қалған. Сонымен Кебек қызыл Қозгүреңге міне салып қашады. Анау Қозгүрең жартастан қарғиды. Қарған кезде үстіндегі еңлік жерге ауып түседі.
құлайды кәдімгідей еңлік. Ойлаңыздар, қашып бара жатты, ана ат бүйтіп шарғиды ғой енді көтеріліп. Сол кезде еңлік жерге түсіп қалады. Сөйтіп, енді еңлік өлгенше мен де бірге өлейін дейді да, енді еңлік қайтадан атқа мінгізіп алу керек қой. Сөйтіп кебек қайтадан түскен кезде жау олардың артынан жетіп, кебекті қамауға алады. Одан кейін жерде жатқан анау Матайдың қызы еңлікті қолға алады. Сөйтіп бүкіл жастар жиылып, не істейді дегенді? Кебек пен еңліктің жазасын беруге ыңғайланады. Сол жерде біреу сөз айтады ғой, бәрібір сендер бұларды өлтіруге дайын тұрсыңдар ғой деп. Бірақ өлерде, бұны енді кебектің өзі айтады деп айтылады, өлерде айтылатын үш тілек бар ғой деп, үш тілек бар ғой, ең құрмағанда сол өлерде айтылатын үш тілекті мен айтып өтейін дейді. Сонымен кебек сол жерде үш тілек айтады. Қандай тілек десеңіздер, өлген соң бірге, кім айтады? Еңлік айтады осы жерде. Еңлік пен кебекті айтады, егер біз өлгеннен кейін бізді бірге қосып үстімізден таспен бастырыңдар деп. Яғни бізді бөлек не істемеңдер, жерлемеңдер деп. Одан кейін айналып келгенде, мына еңліктен туған бала Тобықтының баласы ғой дейді. Бұны өлтірмеңдер, Кеңгірбай деген биге тапсырыңдар дейді. Сөйтіп сондай тілек айтады. Яғни екеумізді бірге өлтіріңдер, өлтіргеннен кейін таспен бастырыңдар. Үшінші тілегі, мына баланы өлтірмей, Кеңгірбай биге тапсырыңдар дейді. Енді ана жердегі жұрт келіспестен басқа амалы жоқ. Бұл тілек келіседі. Сонымен бұлар бір-бірімен қоштасады, құшақтасады, қош айтысады, сөйтіп өлтіре бер деп, екеуінің мойнына да арқан салады да. Анау кімде Бесатар деген повесте естеріңізде болса, Иноземцев Райымның отбасын, Райымды солай өлтіретін еді ғой, арттың жалынына, құйрығына байлап. Дәл сол секілді екеуінің де мойнына арқан салады да, екі аттың құйрығына байлайды да жібереді. Екі аттың құйрығына байлап, оларды қатты жаңаға сабайды да, сонымен екі ат жүгірген кезде, шапқан кезде аналар өледі. Өлгеннен кейін бір төбеге апарады да, сол жерде не істейді? Екеуін жерлейді. Баласын да сол жерге тастайды. Еңлік кебектің моласының орналасқаны туралы айтылады. Еңлік пен кебектің моласы Таймақ пен Ералының арасында орналасқан деп айтылады. Сонда мына жұрттың сондай бір надан екені айтылады шығарманың соңында. Анау кімге айтты ғой? Кімді? Кішкентай бала, Тобықтының баласы бәрібір айналып келгенде. Оны кімге тапсыр деп айтып еді? Оны Кеңгірбайға тапсыр деді. Бірақ надан халық баланы Кеңгірбайға тапсырмайды. Сөйтіп жатқан кезде, анау Жуантаяқ дегендер баланың бар екенін біліп, түн ішінде жиылып, олар атқа мінеді. Сонымен әйтеуір іздеп ақыр соңында ана баланың жоқ болып кеткендігі айтылады. Сонымен бала ұрланып кетті дейді. Бала Кеңгірбай бидің, яғни Еңлік пен кебек өтініш айтқандай, Кеңгірбай бидің қолына түспейді. Сонымен шығарманың осы бөлігі айтылады да, соңында Шәкәрім Құдайбердіұлы өзінше бір түсінік жасайды. Яғни мен мына өлеңді неге жаздым деген кезде, бұл менің бір жайдан жай жазған өлеңім емес деп. Бұл жерде өздерің оқып, кім қас, қазақ қайсы, бұл жердегі таза кім, оны өздерің ажыратып алыңдар дейді. Бірақ бұл менің бір ойдан шығарған нәрсем емес дейді. Бұл кәдімгідей не? Бұл өмірде болған жағдай дейді. Бұл жай ғана бір әңгіме деп қарама дейді. Бұның ішінен өзіңе керегін не істе? Алып ал. Анау мейірімсіз адамдардан не істе? Барынша өз дініңді аулақ ұста дейді да. Осы жерде Құдайдан кешірім сұрап, сауап жаз, керісінше ненің орнына, күнәнің орнына деп, менің бар байлығым да осы қағаз деп, кім? Шәкәрім Құдайбердіұлы өз өлеңін аяқтайды екен. Жалпылама шығарма осы Шыңғыстауына таластан басталды әу басы. Матай емденіп алды, тобықтылар келеміз дегенше. Сөйтіп екі елдің ортасында біраз жаулық пайда болды, бір-біріне жау болып кетті.
Тоқтамыс деген болады, Тобықтыдан шыққан Кебек соның інісі, ал Матайдан шыққан жаңағы шал еңліктің әкесі. Жалпылама шығарманың желісі осындай. Енді сіздерге берілетін тапсырма бар, ең басты берілетін тапсырма бар. Ол осы еңлік Кебек жырына байланысты оқиғаның реттілігін, яғни нені жалпылама шығарманың құрылымын жаза білу. Басталуы деген нәрсе бар, дамуы, одан кейін келесі бір нәрсе бар бізде. Келесі бір нәрсе ол шығарманың байланысы, яғни шығарма, мысалы қараңыздаршы, бір нәрсе басталады, оқиға болады. Оқиға болғаннан кейін ол біртіндеп жалғасын табады, ол байланысқа кетеді, дамиды одан кейін оқиға. Одан кейін шығармада міндетті түрде не болады? Шиеленіс орын алады, яғни кез келген бір ушыққан жағдай туындау үшін ортада шиеленіс орнайды. Шиеленістен кейін шарықтау шек болады. Яғни сол шиеленістің салдарынан біреу деген оттатып жібереді да, сол оттың несі шарықтау шегі, яғни қай жерге дейін болды деген нәрсе. Одан кейін шығармада міндетті түрде шешім болады, оқиға қалай аяқталды. Мысалы, жаңа отты айттық қой, композициялық талдау жасаймыз міндетті түрде. Мысалы, қалай басталады, Мысалы, от бір өңірге жаңағы сондай от басталды деп айтамыз, өрт деп айтамыз, өрт басталды дейміз. Одан кейін өрт мынанша километр жерді қамтыды деп дамуға айтамыз, байланысқа айтамыз. Одан кейін ары қарай дамытамыз оны. Тіпті күн сайын ана өрт не істеп бара жатыр, өшіре алмай бара жатырмыз деп. Одан кейін неге айтсақ болады, ары қарай бізде шығармада шиеленіс бар. Шиеленіс мүлдем өрттің өршіп кеткендігі, одан сайын басқа өңірлерге де тарап бара жатқандығы. Ең соңында шарықтау шекте соңғы жағдай, яғни қаншалықты жерді шарпығандығы, шешімде өрттің қалай өшірілгендігі деген секілді. Дәл осы секілді еңлік Кебек қалай басталды? Енді мен сіздерге бұл еңлік Кебекті жалпылама шығарма желісі бойынша талдадым. Одан кейін келесі нәрсе бар. Келесі нәрсе бізде мектеп оқулығы негізінде талдау. Сұрақ бар ма, қыздар? Жоқ. Сұрақ жоқ, апай. Жақсы. Енді бізде кімнің, Мұқағалидың Аққулар ұйықтағандасы қалды. Одан кейін жыраулар поэзиясы бар. Ол жыраулар поэзиясын өлең талдау ретінде көркемдеуіш құралдармен бірге өтетін боламыз. Жалпылама алғанда енді осы уақытқа дейін өткен шығармалардан сұрақтарыңыз бар ма? Бізде әлі 10 минуттай уақыт бар. Апай, бізде алдыңғы болды ғой қорқыт бойынша. Сонымен кітаптан бәрін оқып түсіндім, бірақ оны алдыңғы эфирін көрейін деп едім, онысы сақталды ма? Қорқыттың алғашқы 40 минуты бар, одан кейінгі 30 минутты ол неде тұр? Google Meet'те тұр. Мен бүгін жіберіп қойдым, салатын шығар, бөліп. Екіге бөліп салады. Қорқыт 1, қорқыт 2 деп. Тағы? Апай, сонда жаңағы анау айтушы еді ғой, жыраудың айтқаны бар ғой, абыздың, сол айтқан қыз бар ғой, жаңағы биік қабақты деген, осы еңлікті айтқаны ғой, осы қыздың биік қабақты деп айтады. Сол қыздан барынша айтады ғой, сен оның жаңағы арбауына емес, сен оған тез көніп қалуың мүмкін, сен одан да бұл нәрседен аулақ бол дейді. Сол кезде Кебек айтады ғой, ой, жаңағы енді бұл жындардың айтқаны не болыпты дейді. Сосын кейін барып бұл түсінеді, ана неден, кімнің, кім еді аты? Нысан абыз ба? Еңліктің үйінен қайтқаннан кейін бұл жаңағы Нысан абыздың айтқаны есіне түсе бастайды. Нысан абыздың айтқан анау деген сұр қыздан аулақ бол деген есіне түседі. Нысан абыздың айтқан сұр қызы осы еңлік емес пе деп ойлайды да, бірақ соңында ойлайды, бәрібір адамның өмірінде бәрібір өлім деген нәрсе бәрібір келеді. Еңлік үшін өліп кетсем менде арман бар ма дейді да. Сонымен қалады. Апай, бұл кезде Кебек қанша жаста болып еді?
басында шығармада айтылады, анау аты тарай бастаған кезі 15 жас деп, одан кейінгі жасы нақты аталмайды. Ол тек атының былайша айтқан кезде тарай бастаған кезі деп 15 жас деп айтылады. Бірақ енді 15-те емес шығар деген ойдамын кейінгі нелерде. Тек қана ел арасында кебектің аты тарай бастаған кез ол 15 жасы дейді. Ал мына кезде шамамен 18-20 жастың кезеңі шығар деп ойлаймын. Осылар үшін жаңағы Матай мен Тобықтының арасында кішігірім мындай соғыс сияқты болады, иә. Міндет сол екеуінің. Енді ел басылды деп ойлайды ғой олар, кім қашпай жатыр деп. Еңлік айтады ол нәрсені ше. Енді бізде де мысалы қараңыздаршы, алып қашу деген нәрсе бар ғой. Алып қашу деген нәрсе. Сонда айтады ғой, енді өзі жауласып жүрген, анау бір-біріне жаңа барымта жасап жүрген екі ел одан сайын ушығып кетеді ғой деген кезде Еңлік айтады ғой, қазір адамдар кім-кімді алып қашпай жатыр былайша айтқанда. Кім-кімді алып қашпай жатыр. Алып қашу арқылы қосылып жатқандар қаншама деп айтады да, соның салдарынан ақыр соңы екі ел татуластау деген кезде алып қашады ғой. Болды ма апай, түсінікті. Қазір сол оқып талдау жасаймыз. Екі оқулық бойынша бір оқып аласыздар. Одан бөлек шығармадағы жаңағы кебектің бейнесіне міндетті түрде тоқталасыздар. Кебектің бейнесі қалай беріледі, оған тоқталасыздар. Одан кейінгі тағы бір нәрсе бар. Кебек қандай? Сосын шығарманың композициялық талдауын жасайсыздар. Өлең бойынша жасай алмайсыздар негізі. Қай жерде шешім, қай жерде шарықтау. Шешімі екеуінің өлең ғой жалпылама алғанда. Не себепті қандай үш тілек айтады, оны жаттап аласыздар. Екеумізді бірге жерлеңдер, бірге тасып бастырыңдар деген сияқты. Баламызды ана биге беріңдер деп. Бірақ ол бала Кеңгірбай бидің қолына жетпей ұрланып кетті деп баяндалады. Бірақ ары қарай осы Еңлік пен Кебектен туған баланың қайда кеткенін білмейді. Енді бұл тарихта болған оқиға десек, сонда бұл шығарма не істемеген, бұл шығармада жалпы негіз болып алынса, тарихи оқиға негізінде алсақ, өмірде де Еңлік пен Кебектен тараған ұрпақтың кім екенін әлі күнге дейін ешкім білмейді екен. Апай сосын айтушы еді ғой, бұрынғы бір деректер бойынша анау Еңлік пен Кебектің баласын жанында жерлеп қойып кеткен сол жерге деп ше. Иә, әртүрлі нәрсе, но нақтылық емес та ол. Өйткені ұрлап кетті деген дерек бар. Біреулер айтады, жаңағы Еңлік Кебекке байланысты ол баланы біреулер асырап алды. Әлі күнге дейін Еңлік Кебектің жаңағы несі бар, былайша айтқанда тұқымы дейміз ғой, ары қарай жалғасқан тұқым бар деп айтылады. 1780 жылдар Шыңғыстауда болған оқиға екенін жаттап аласыздар. Матай мен Тобықты бұл келеді, Матай мен Тобықты арасындағы оқиға негіз болған шығарма деп келеді, Еңлік Кебек деп жаттап аласыздар. Енді бұл жерде мынандай нәрсе бар, шығармада шариғат шеңберінде айтады да, шариғат шеңберінде шынымен де әке мен шешеде мүмкіндік бар, ол қыздарын некеге өздері таңдаған бір адамға беруге, иә. Қыз әке-шешенің таңдауына келісуі керек деп айтылады, бірақ есеп дүние ретінде қызды тұрмысқа беруге болмайды деп соны айтады. Одан кейін жас баланы былайша айтқанда сату дейді. Мына кімнің, Еңліктің әкесі де өзінің қызын былайша айтқанда сатқан болып есептеледі екен. Енді адамдар арасындағы ең басты нәрсе махаббатты баяндайды. Одан кейін Ақтабан шұбырынды замандарына тілге тиек етеді. Одан кейін Абылай хан бұл шығармада аталады. Яғни Абылай келгеннен кейін хандықтың жағдайы қалай болғандығына тоқталады. Жаңағы Кебек батырдың мінезі, Кебек батыр сосын кішіні құрметтеп, үлкенді сыйлайды деген береді. Осыны ұмытпаңыздар. Елі мен жер үшін кез келген жауға бір былайша айтқанда аянбай қарсы тұрады деп шығармада беріледі. Апай, анау кімге атастырылған айтылушы ма еді? Сол атастырылған адамның несін айтып қолтық екенін, анау бір қолының бас бармағының құлақ екені айтылады. Сосын күні-түні ұйықтайтыны туралы ғана мәлімет беріледі. Жалпы қыздарын сата бергендіктен енді қыз баласы соны қаламағандықтан, амалдың жоғынан осындай әрекеттерге барады. Сосын осындай қиындық тұрынған. Ал ана мысалы Ақбілекте мән берсеңіздер,
Ол ақбілекте де бар ғой, әкесін жаңағы түрмеден шығарып алу үшін Камиляны деген дұғаға үйлендіреді емес па, ода да бар, ол неден өзі қаламай. Я болмаса біз алдында ғана таныс болған шұғаның белгісінде де бар, ой, ұлпанда да бар мәселен. Ұлпанда да бар, мысалы, атастырып қойғаны сол ақша қалмал деген нәрсе ғой, айналып келген мырзаш қой, иә. Иә, мырзаш. Жалпылама осы білетіндеріңіз, сұрақ болса қойсаңыздар болады. Болмаса бар, жалпы шығармаға байланысты айтылатын дүниелер осы ғана. Бір оқып аласыздар міндетті түрде, сосын жаңағы негізгі мән беру керек деректердің барлығына мән беріп өтесіздер. Сұрақ бар ма басқа қыздар? Міндетті. Дильна, Займира, Нұрбақыт, Жанерке, Мархабат, сұрақ бар ма? Жоқ, апай. Жақсы. Бір оқып аларсыздар. Ендеше келесі сабақта кездескенше, бізде әлі Шұғалия бар, одан бөлек Бақсы Жамал бар, ең алғашқы қазақ әдебиетіндегі роман, оларды да жолдаймыз. Ақыларда бар, одан кейін өлеңдер бар, кімнің Абайға, жастарға деген өлеңі бар, оған да кішкене тоқталып өтеміз келесі сабақта өлеңдермен қосып. Жалпылама осы қыздар. Жарайды, онда рахмет. Жақсы, ендеше келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар. Жақсы, апай, сау болыңыз. Жақсы, апай, сау болыңыз.